Тіл демекші Алматыда тұрған кезде бір ағам айтып беріп, Қазақстан тәуелсіздік алды дейді. Ол 91-ші желтоқсаны болатын. Содан оған бір ұйғыр танысыма, кластасыма бір айтқан ғой, ұйғыр адам екен. Бір подъезде дейді, жалғыз өзім ұйғырым, қалғандардың бәрі орыстар дейді, басқұрттар. Содан қазақша білетін жалғыз менмін дейді. Бүкіл көршілерім бәрі маған кеп жалынды дейді, маған қазақша үйретші, біз саған ақшаны төлейміз деп айтты. Содан не керек? Ақша төлеген тіптен жақсы. Кешке жұмыстан келгеннен кейін бүкіл көршіні жинап дейді, сабақ өткізе бастадым дейді, қазақша үйретуге. Содан бір апта өтті, бір ай өтті, 2 ай өтті. Әлгі көршілер дейді, кәдімгідей тіл сындырып қалды дейді. Кәдімгідей қазақша сөйлесетін болдық, амандасатын болдық. Сен тұр, мен отыр, нан әпер, тамақ же деген сияқты. Енді бұлай тұрмыста қолданған сөзін біразын меңгеріп, жақсы сөйлей бастады дейді. Сабағым жалғаса берді дейді, мен де қуанып жүрмін дейді. Жаңағындай осылай оқыта берсем, маған да қосымша ақша артықтық етпейді деп. Содан дейді, біраз уақыт өтті дейді, жарты жыл өтті дейді, 1 жыл өтті дейді. Жарты жылдан кейін дейді, жаңағы көршілерім ақырындап азая бастады дейді, сабаққа келетін дейді. Сөйтсем, мәселе мында екен дейді, біздің билік дейді, әлі сол бұрын кеңес үкіметі кезінде қалай орысша сөйледі, сол таз қалпында, сол орысшасын сөйлеп, сол жүрді дейді. Оны көрген халық дейді, әсіресе басқа ұлттың өкілдері дейді, қазақшаның керегі жоқ екен ғой дейді, сонымен қалды дейді. Кейін бір кездескенде сол танысағыма ұйғыр таныс айтыпты, кінә өздеріңнен депті. Қазақтар тәуелсіздік алған бетте қазақшаны басып сөйлеп кеткенде, бүкіл басқа ұлттың бәрі қазақша сөйлеп кетеді депті. Ол әрине біздің биліктің өте қатты жіберген кемшілігі. Шынында іс қағаздары болсын, мемлекеттік органдардағы болсын, барлық тілді тек мемлекеттік тілде қазақша ауыстыратын болғанда, ауыстырғанда, онда бүгінде қазіргідей қазақ тілінің сорлы түсінілген қанын көрмес еді. Енді бір ойға түсіп кеткен мәселе, сол үшін айтып отыр маған.